Сатылатын машиналар топтамасы дейсің. Нива 2014 жылғы. Бұның пробегі дейтін қанша болды екен? Ешқандай шерік несі жоқ. Бірақ енді қазір состояниесі жүріп. Азымыз қарайтын жерлері бар. Азымыз қарайтын жер болғанда қазір. Мен ескі қойды. Қада бойларында макет жайлап бірдеңе сайдып отырған сияқты қалап. Осыған моторы несі жақсы бәрі. 182.974 пробегі. Ауылға 40 мінген машина. Сиденкалар, Мазданың сиденкалары салынды. Ешқандай шерігі жоқ. Атырау қаласында тұр. Азымыз коррозия бар, мынандай жерлеріне бастаған өже азымыз. Бағасы конкретно 2 миллионға беріледі. Конкретно 2 миллионға. Атырау қаласы, микрорайон Береке тұрған жері. Сосын иесінің телефон нөмірі 702 462 7060. Сосын ML Mercedes бар, 2002 жылғы. ML Mercedes 320-лық. Оның да объявлениялар ютубта болу керек. Ютубтан басқа ешқандай жерге базарға ештеңе шығарған жоқ бұл. Оның пробегі где-то 301 теңге километражбен. Мильмен 200 бірдеңе жүрген. Оның да хозяин сол, манағы. Люк бар мына Невада. Жақсы бәрі жасап тұр. Кондер жоқ. Моторы, коробкасы ашылған жоқ ешқандай. Дөңгелектері запаскасы зимние бар, летние бар. ML Mercedes 2002 жылғы. Бұлардың бәрі тек қана бензин, газ жоқ ешқайсында. Мына АГП сатылады. Бұл АГП-да жүріп тұр. Газ, бензин. Бұл АГП. Түгел жасап тұр. Тек айдайтын адам жоқ. Содан тұр. Айдайтын адам жоқ болғасын. Біраз болып тұның тұрғаны. Шаң-шаң болып тұрғаны. Зил АГП. Көріп жүргендер болса бірінші уже бір жыл жақындық болған сияқты. Өт айтам, 7-8 ай болған сияқты тұрғанына. ВС-22-02 сыйласы. Сосын мына жерде Лада Грантта бар, Лада Грантта. Тап осы күйінде алам деген адам болатын болса 2,5 миллионға беріп жіберем. Ешқандай саудасыз, ешқандай несіз сөйлеспей-ақ 2 миллион жарымға. Бұның тұрғанына да бір 4 айдың асып кетті, 4 айдан. Бұл тұрып қалған себебі, бұның тұрып қалған себебі. Не? Коробкасы робот. Блокировка түсіп қалды, блокировкаға сол себеп тұрып қалды. Пробегі где-то 158 мың шамасы. Моторы бәрі жақсы. Мотор ешқандай ештеңе жасамаған. Коробкасы бәрі жақсы. Просто коробкасында мына сцепление кетіп қалды, сцеплениесі. Сцепление кетіп қалған себебі робот қой. Кішкене сцепление желінсе жұмыс жасамай қалады бұларда. Бұлардың әдеті. Сол енді жасатып алам деген адам болса 2,5 миллионға беріп жіберем. Ал егер жасатып бер десе, проблем жоқ, жасатып берем. Бірақ уже 2,8 болады. Бұның сцеплениесін ауыстыру где-то 100 мың шамасына шығады. Мен уже бір рет ауыстырдым. Өт айтам, 2 рет ауыстырдым. 66 мыңға бір рет ауыстырдым. 70 мыңға бір рет ауыстырдым. Уже 2015 жылғы бұл. Кондері, пешкісі бәрі жасап тұр түгелімен. Стеклоподъемниктер тек қана передний 2 электропакет, задний 2 ручной. Бұның іші дейтін, состояниесі дейтін. Іші несі бәрі жалтырап тұр, татыда жақсы. Мына жерде тұрып қалғасын просто садайып тұрғаным. Азымыз қарайтын жері бар. Соны мініп жүрген, сосын сатылайып тұр. Мына просто мініп жүрген жоқпыз. Уже
біраз болды, сосын босқа тұрмасын сатып жіберейін тұрып. Шірік бүрек ештеңе жоқ. Бәрі жақсы, саяңсы. Азымыз қарайтын жерлері бар, сол қарайтын жерлері үшін манағы 2,5 миллионға осылай алып кетсе беріп жіберемін тұрған себебім сол. Документі 2015. Иесінің номері 775 028 97 73.